Schauen! Erstens! Бұл әсерлі көріністер құлагер спектаклінен алынған үздік үзінділер. Өткен жылдың жазында аталмыш қойылымды Алматы қаласында Ғабит Мүсірепов атындағы театрдан көріп, ерекше әсер алғанмын. Шыны керек содан бастап, ауылға жеткенше құлагер поэмасын оқуға құштарлығым артып, ауылдық кітапханаға асықтым. Қазақтың дархан даласы, Сарыарқаның сағымды белдері. Осы бір кеңістікте әлде бір дауыс қалықтағандай, яғни аттың дүбірі анық естіледі. Бұл өзге емес, өзімізге жақын таныс жүйрік құлагердің шабысынан шыққан дауыс. Дәл осы дауыс даланы дүбірлеткенін кітапты ашып оқи бастағаннан анық аңғарасың. Поэма арқаның ақиық ақыны Ақан серіге тиесілі құлагер жүйрік жайында. Олар көркіне көзі тоймайтын көкше жерінде өткелі жатқан Сағынайдың асына қатыспақшы болып, сонда келеді. Ақан сері ән мен сұлулықтың символы, ал құлагер болса, ақан сері арқалаған сол өнердің қанатты іспеттес. Бәйге басталды. Дала тынысын ішіне тартып, дүбірді күтті. Құлагер алда. Ол бәрінен оқ бойы озық. Ол алдына қара салмайтын жүйрік. Бірақ батыраштың жүрегіндегі зұлымдық, қызғаныш, аттың аяғына тұзақ, ажалына себеп болды. Бір сәт, бір қастандық, дүбір тоқтады, дала тынды. Сол сәтте тек Ақанның жүрегі ғана күңіренді. Бұл бір аттың өлімі емес, бұл адалдықтың жаралануы, бұл өнердің қорлануы, бұл пендешіліктің жеңісі сияқты көрінгенімен шын мәнінде рухтың мәңгілікке айналуы еді. Ілияс Жансүгіров осы қасіретті жыр етіп, құлагер арқылы ұлт рухының трагедиясын бейнеледі. Поэма жай тарихи оқиға емес, ол адам мінезінің айнасы. Қызғаныш пен көре алмаушылықтың салдары, өнердің құны мен еркіндіктің бағасы. Құлагер құлады, бірақ шын жүйрік уақыттан да озып кетеді. Құлагер жыры ешқашан өлмейді, ол аңызға айналды. Ол әділет іздеген жүректердің символы болып қалды. Бүгінде біз сол дүбірді естиміз, жүрегімізбен. Әр оқыған сайын даланың тынысын сеземіз. Құлагер өткеннің қасіреті ғана емес, ол бүгінгі ой, бүгінгі сабақ, бүгінгі рух. Құлагерді оқыңыз, жай оқымаңыз, сезініңіз. Өйткені бұл поэма бір жүйріктің емес, бір халықтың жүрек соғысы.